Ескерту: халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз. Бүгінгі тақырып қант. Басқа өңірлерде шекер деп те атайды. Шекердің пайдасы мен зияны. Қантты тәтті өлім деп те атайды. Оның зияны туралы көптеген мақалалар жазылған және әртүрлі зерттеулер жүргізілген. Қант қолданылатын шикізатқа байланысты бірнеше түрге бөлінеді. Ақ кристалды – бұл көптеген тазарту және кристалдану сатыларынан өткен тазартылған қант. Тазартылмаған және құрамында қоспалары көп қант, карамель түсті, кесек тәрізді және белгілі бір кристалды пішіні жоқ. Бұл нағыз қоңыр қант болып табылады. Қант – бұл ми мен бұлшық еттердің қалыпты жұмыс істеу үшін қажетті энергияның мінсіз көзі. Қанттың тапшылығы ми мен жұлынның қанмен қамтамасыз етілуін нашарлайды. Тағамдарда қанттың тапшылығы әлсіздікке, бас айналуға, ұйқышылдыққа және интеллектуалдық қабілеттердің төмендеуіне әкелуі мүмкін. Тәттіліктің бір бөлігі алаңдаушылық кезінде стрессті жеңуге көмектеседі. Құрамында қант бар өнімдерді тұтынған кезде адамның көңіл-күйі көтеріліп, жақсы әсер етеді. Дегенмен, тәуелділікті дамытпау үшін мұндай тәттіге құмар болмау керек. Қанттың шамадан тыс мөлшерінде тұтыну қант диабетіне, семіздікке және ағзадағы басқа да мәселелерге әкелуі мүмкін. Қантты 2 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды. 2 жастан асқан балаларға күніне мөлшері 25 граммға дейінгі қантты беру ұсынылады. Ересектердің балалардың тағамында қант мөлшерін барынша азайту керек. Қантты тағамға неғұрлым аз қоссаңыз, соғұрлым ағзаға пайдалы болады. Қантты тұтыну толығымен тоқтатқан жағдайда ағзаға оң әсер тиеді. Көбінесе жартылай фабрикаттар мен соустарда жасырын қант көп кездеседі. Сол себептен шайға қант қоспасақ та, ол біздің ағзамызға басқа тағамдар арқылы енеді. Қарапайым қанттардан басқа тағамды тұтынған кезде ағзаға түсетін күрделі қанттар бар. Мысалы, дәнді дақылдар немесе жемістер. Олар ас қорытуға ұзағырақ уақыт алады. Қандағы қант деңгейінің күрт өсуіне әкелмейді және жақсы энергия береді. 2 қарапайым қанттан глюкоза мен фруктозадан тұратын кешенді қант деп атайды. Қосыла отыра, осы заттардың 2 молекуласы сахарозаның аса ірі молекуласын түзеді. Адамның ас қорыту жолына түсе отыра, қант әп-сәтте ыдырап, адамның айналасындағы ағзалары мен тіндеріне әсер ете бастайды. Сахароза молекуласы ыдыраған кезде түзілген қарапайым қанттардың 2 молекуласы қанға түсіп, ағза ішінде таралады. Мұнда олар жасушаларға еніп, онда энергия көз ретінде қолданылады. Ағза үшін қанттың пайдасы мен зияны туралы айта кетсек, әсіресе глюкоза энергия көзі ретінде аса маңызды. Ағзаның энергетикалық шығындарының 80%-ын астамы оның ыдырауы есебінен өтеледі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы тұтынылатын калорияны бір жиынтығынан қанттың қолданылуын 5%-ға дейін шектеуге кеңес береді. Бұл 30-50 грамм аралығының құрайды. 6 немесе 8 шай қасық болып есептеледі. Бос қанттарды әсіресе тәтті сусындар, тәттілер, тоқаштар, шоколад, мармелад, кәмпиттер, торттар, балмұздақ түрінде пайдалануды шектеу. Себебі олар семірудің, қант диабетінің шегінің пайда болуымен дене салмағының ұлғаюына жақсы жағдай жасайды. Ағзаға қанттың келіп түсуін, қанттың құрамы жоғары тағам өнімдерін қолданылуын шектеп қысқартуға болады. Сусындардағы қанттың мөлшерін қарастырайық. Қанттың бір шақпағы 5 граммға тең. Мысалы, 0,5 литрлік тәтті газдалған сусынның 55 граммды құрайды. Бұл 11 шақпақ қантқа сәйкес келеді. 0,5 литрлік энергетикалық сусында 27,5 грамм, яғни 5,5 грамм қант шақпағы. Жарты литрлік тәтті салқын шай 42,5 грамм, яғни 8,5 қант шақпағы. 1 литрлік кока-кола құрамында өте артық 137,5 грамм, яғни 27,5 қант шақпағы және тағы басқа. Есіңізде болсын, тәтті газдалған сусын тәттілер түріндегі бос қанттарды тұтыну семіру және қант диабетінің пайда болуымен дене салмағының ұлғаюына жағдай жасайды. Қанттан бас тарту ағзаға қалай әсер етеді? Рациондағы қант мөлшерінің бір тәулікте тұтынылатын калорияның 10%-нан аспауы керек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы осындай дерек ұсынады.
тұтынылатын қант көлемін 5%-ға дейін азайту ағзаға пайдалы. Бір күнде тұтынатын қант көлемін мейлінше азайтқан немесе одан түбегейлі бас тартқан жағдайда ағзада қандай өзгеріс болатыны туралы дерек қорын тыңдап көріңіз. Қандай өнім құрамында қант бар? Диетологтар көп адам қант тек таза түрінде немесе кәмпит құрамында ғана болады деп қателесетінін айтады. Ал шындығында қантты күнделікті жеп жүрген көп өнімнен кездестіруге болады. Мысалы, жеміс йогурты, сүзбе, соус, шұжық, консервіленген кондитерлік өнім, шырын. Осыған байланысты қантты мүлде тұтынбау мүмкін емес. Бұл екінің бірінің қолынан келе бермейтін іс. Себебі бастапқыда қанттан толық бас тарту адамға жағымсыз көңіл күй сыйлайды. Қантты жеуді аяқ асты тоқтатса не болады? Тазартылған қантты тұтыну кезінде мида серотонин мен дофамин деп аталатын ләззат алу гормондары бөлінеді. Тәтті де есірткі секілді тәуелділік тудырады, ал одан бас тарту нарының пайда болуына әсер етеді. Ашшандық, селқостық, мазасыздық сезімі, жұмысқа деген немқұрайлық, тез шаршау, бас ауруы, ұйқысыздық, бұлшық еттің ауырсынуы, тамақтану режимінің бұзылуы, таңғы, түскі және кешкі ас уақытында адамда тәбет болмайды да беймезгіл уақытта тәтті тағам жеуге деген құмарлық туындайды. Сарапшылар атап өткендей, глюкозаны мәзірден бірден және толық алып тастауға болмайды. Ол көмірсулардың қалыпты алмасуын жүргізу үшін ағзаға қажет. Егер ол бұзылса, жұмысқа қабілеттілік төмендейді. Қорек қабылдамаған ми жасушалары баяу жұмыс істейді. Адам бір нәрсеге зейін тоқтатуы, өз ойын жеткізу және жаңа идеялар ойлап табу қиындайды. Ашушаңдық пен мазасыздық пайда болады. Бірақ тәтті десерт жесе, артынша ақ бойында күш-қуат сезініп көңіл күйі көтеріледі. Дегенмен, глюкоза тазартылған ақ қантта ғана болмайды. Тәтті жеміс, көкөніс, бал, сүт өнімдері табиғи қантқа бай жаңғақтардың құрамында да глюкоза бар. Диетологтардың пікірінше, бұл өнімдерді пайдалану ағзаның қалыпты жұмысы үшін қажетті глюкозаның, фруктозаның, лактозаның күнделікті нормасын алуға мүмкіндік береді. Егер күш-жігер танытып тәттіден бас тартса, онда оның жағымсыз әсері 2-3 аптадан кейін жойылады. Есесіне, ұйқы мен тәбет қалпына келеді. Адам бойында жеңілдік пен энергия пайда болып, көңіл күйі жақсарады. Қанттан бас тартудың пайдасы. Қант тұтыну әдетке айналған болса, мүлде қолданбау қиынға соғады. Алайда, тәтті жеуде доғару адам тек жағымды әсер беретіні анық. Біріншіден, күш пен энергия артады. Екіншіден, көңіл күй жақсарады. Ұйқы қалпына келеді. Тері түсі жақсарады. Артық салмақ кетіп, ісіну басылады. Есте сақтау қабілеті жақсарады. Ойлау мүмкіндігі артады. Сонымен қатар, қант қолданбау қант диабетінің алдын алудың тиімді тәсілі болады. Диетологтар бұл әдеттен арылу үшін қант мөлшерін біртіндеп азайтуға кеңес береді. Сонымен қатар тұтынатын тағам құрамын мұқият зерттеп, қаптамадағы жазуды оқуды маңызды зор. Сондай-ақ үйге артық тәтті сатып алмаған абзал. Өйткені оны жеп қою қаупі зор. Тағы да бір туындайтын сұрақ, қантты немен алмастыруға болады? Тазартылған қантты бал, кептірілген жеміс, мейіз және піскен жеміс және көкөніс сынды табиғи өнімдермен алмастыруға болады. Балдың бірқатар артықшылығы бар. Құрамында фруктоза мен глюкоза ғана емес, сонымен қатар витаминдер, минералдар, биологиялық белсенді заттар бар. Табиғи өнім. Ол иммундық жүйені нығайтады, ас қорытуды жақсартады, терінің күйіне оң әсер етеді. Кептірілген және піскен жеміс және көкөністе пайдалы. Бірақ бұл өнімдердің құнарлылығы жоғары. Сондықтан, егер сіз артық салмақтан арылу мақсатында тәттіден бас тартсаңыз, онда бұл өнімдерді тұтынуды шектеу керек. Жаңа піскен жемістердің құнарлылық кестесін зерттеңіз. Мысалы, 100 грамм банан жесеңіз, онда ағзадағы 89 калория, 100 грамм шиеде 52 калория, мандарин 33, құлпынай 30, қарбыз 27 калория түскенін ескеріңіз. Сіздерге зор денсаулық тілейміз. Осы видео сіздерге пайдалы болса, арнамызға тіркеле кетіңіз. Лайк басып және достарыңызға бөлісе кетіңіздер. Видеомызды толық қарап шыққан адамдарға шынайы алғысымызды білдіреміз.